Ассалаумағалейкум жамағат, қалайсыздар? Көбісі айтады, свежий малақ жемейді дейді. Мына свежий малақ сиырлардан шыққан. Бір ай болған жоқ әлі жатқанына. Өріп жүр ғой шылауышының бәрі ішінде. Осының ішіне кіріп кеткен ғой шылауышындар. Жүн болып отыр. Так, ағалар, свежий малақтың ішінде қалай көң шылауышын жүр деген сұраққа мен енді жауап тапқан сияқтымын. Себебі менде алдын анау түсіргенім. Ол да свежий малақ еді, бірақ ол сідігімен араласқан. Оның зияны, короче, бана аға айтып отыр ғой, бірдеңе ішінде бірдеңе бар деп. Менде мынандай да қора. Мына жақтан ағып кетеді. Сүйгеннің бәрі, сідігім бар. Қораның артына кетеді, так, шепчик істеп қойғам. Сет сразу ағып кетеді, тышады, малаға жинап тастай береді, да? Араласпайды. Мамам сондықтан аш емес, өйткені шылауышындар осының ішінде жүр да. Ал мен анаған тастадым шылауышын, тастағаным сразу өліп қалды шылауышындар. 5-6 үстіне тастап қойғаным үстіне домалап түсті өліп қалды. Мынау сол свежий малық, бірақ бұның ішінде шылауышын жүр да. Өйткені бұның сідегі аяқтан ағып кетеді. Сет сразу фук, артына септикке кете береді. Мынаның ішінде сідігі жоқ, сідік қосылмаған аш емес та бұл. Ол сондықтан оның ішінде жүр бұл, менің ойымша. Жатқан свежий малақ. Мына жерден шыққан, сиырлардың. Енді тасыратым ана жаққа. Ол надан өткен ғой бұлай қарай. Шылауышының бәрі осы жақта жүр ғой. Жуылмаған малақ мынау. Мына жерден шығып, мына жерге тасталған малақ.